Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге ақыл KZ достар, кім KS ойнап жүр қазсыңдар, соларға прицел туралы көрсететін болам. Точка или болмаса өздерің қалай қарайсыңдар сондай. Ал енді біз бастаймыз. Ал достар, біз бастадық. Ал достар, бірінші мен нені сендерге жібермеймін. Өйткені достар, осы видеоға лайк, подписка жиналса, мен осы видеоны келесі видеода осыны салатын боламын. Осы нені прицел туралы. Короче, қазір істеп кетейін, көрсетіп кетем. Ал бірақ мынаны салмаймын достар. Өйткені достар, келесі видеода саламын. Мен айтқандай. Ал достар, қазір міне осыны өтіп тұрады. Туралы, но содан кейін егер келесі видеода скачать етсеңіз бүйтесіз, осыған кіресіз, Hell деген табасыз достарға, Hell деген Counter-Strike туралы жоқ қой. Достар, қазір істейді боламыз. Айтпақшы, бірінші CS-іңізді запускать етесіз. Короче, сөйтіп ол прицел достар, қалай айтсам болады, күшті удобный прицел, басқа әдемі тигізіледі. Келесі видеода ссылка описаниеде болады. Так достар, міне айтқандай, міне біз видео түсірдік, ал болды прицел басасыз, Counter-Strike сверху кетіп басыздар, наны алсаңызда алдында Crosshair тұрады басасызда активдейсіздер. Яқа кіресіз, осыға кіріп, Hell X деген соны басасызда, наны білет басасыздар. Так достар, мені өйстіп CS-ге кіресіз, алдыңызда мынандай прицел шығады, байқап тұрсаңызда кішкентай жап-жасыл мынандай. Бірінші қазір көрсететін боламын. Так, бірінші адам өлтірсек осы прицелмен. Нормально өлтіреді адамдарды, былай айтсам. Еще күшті, неде удобный прицел. Ойда тағы бірі бар ма? Так, достар, научить емес. Айтып қойын, научить емес. Просто сондай программада не істейтін прицел ауыстырады. Короче, сосын, так, F3-ті басасыздар. F3-ті басқансын жоғардан не шығады. Сосын Enter бассан, анандай болып ауысады. Так, бірінші граб дейді, гап. Соны 0 дейміз достар. Граб 0. Так, мында 0-ге қоймаймыз, соны бірде тұрады. Динамик, достар, динамикті апыстаймыз. Динамик скилма бірдеме тіпті, соны апыстаймыз достар. Ойда, өне істеп жүр. Так, сосын, так, апыстаймыз. Так, сосын достар, наяққа кіргенде аутини тұрады. Аутини алсасан, ондай анандай өп тұрады да, аутини қосаған свет шығып тұрады. Мен аутини қосам. Так, сосын достар, мынандай сизи деп тұрады. Оны мынандай көбейтсеңіздер, мынандай өп шығады достар, қараңыздар. Ал азайтсаңыздар, точка осы, міне, көрсетем. Так, точка деген осы достар. Ал егер мынандай гап деген істесеңіздер, ондай өп шығады. Ал егер гаптың істесеңіздер, ондай. Короче, достар, оны ішке дейін қойыңыздар, сосын барлығы нормальный болады. Короче, точканың өзі де. Сосын достар, мен қазір оны 40-қа қоям. Сосын достар, сохранить үшін ең астында кіреміз. Так, көтереміз де, мынандай плюс қоямыз де, Enter'ді басамыз. Сосын достар, осы неден шығып кетеміз. Кетемізді, міне достар, болды, мынау сохранить тұрады, CS-ге кіргенде осыны тұрады. Достар, өйстіп не істедім, ал енді достар,
сіздер қатты керек болса, қатты керек болса осындай прицел, тек не істеуіңіз керексіздер, лайк басып, достар, тез лайк жинаймыз. Достар, лайк жинаймыз, содан кейін не істейміз анандай. Подписка көп болу керек, достар. Мен где-то 80 подписчик қуанып жүрмін. Где-то, достар, 85 или 86-дай жинасам, келесі видеода осы прицелді салам, достар, обязательно. Үйретіп кәдімгі полностью салам. Сол не істегенге